Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі тойымды болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Бұның сыры ашытып істейтін боламыз. Ал менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші сүтімізді, одан кейін жылы суымызды барлығын бір ретімен қойып шығатын боламыз. Одан кейін қант салдым, тұз саламыз. Тұзымыз ерігенше сәл араластырып жібереміз да, кейін кішкене қант саламыз. Қантымызды ерігенше жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Одан кейін сұйық май құйдым мен. Бір пиала сұйық май, ашытқымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін, араласқаннан кейін, ұнымызды 2-3 бөлікке салып, қамыр илеп алатын боламыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосыңыздар, сонда өз тығыздығын ұстайтын болады. Мінекей, екінші қамырымызды осылай салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Жақсылап басы біріккенше илеп алатын боламыз. Қамырымызды осылай илеп, бетін жауып, сәл көтерілгенше бір шетке алып қоятын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осының жартысын істететін боламын мен. Осыны жартысынан 2 қаттама шығады бізде. Барлығын істесеңіздер, сонда 4-еу шығады. Осылайынан 3 бөлікке бөліп, зуала жасайтын боламыз. Бірдей қылып 3 бөлікке бөліп алып, одан кейін 5 минутқа демалтыруға жіберетін боламыз. 5 минут өтті бізде, қамырымызды алып, жоқ қағылып, қамырымызды жаятын боламыз енді. Бізде өте жаюға ыңғайлы қамыр, өйткені ашыған қамырымыз өте тез созылмалы болып жайылатын болады. Осылайынан барлығын бірінші осылай кішкентай оқтаумен, одан кейін үлкен оқтаумен ұн себе отырып жайыңыздар. Ұн сеппесеңіздер, қамырларыңыз жабысып қалады. Осылайынан жайып алып, қатты жұқада емес, қалында емес, осындай қамыр шықты бізде. Енді күйдіріліп дайындап қойған, ертіп алынған сары майымызды үстінен жағып шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай жайып алып, бір-бірінің үстіне беттестіретін боламыз. Мінекей екінші қамырымыз, екінші қамырды жайып, үстіне беттестіріп, оның да үстіне майымызды жағатын боламыз. Барлық жеріне тию керек біздің майымыз, сонда өте қабат-қабат болып, қатпарлы қаттамамыз шығатын болады. Дәл осылай үшіншісінде жайып, бетіне қоятын боламыз. Үшіншісінде осылай жайып, бұны да жақсылап отырып майлайтын боламыз. Осылай майымыздың барлығын құйып, бұны да барлық жеріне бірдей тиетіндей қылып жағып шығатын боламыз. Енді осы жерде сәл беті құрғағанша қойып қоямыз майымыз. Одан кейін осылай қамырымызды сәл осылай тартамыз.
өзі тартылады, өйткені бізде қамырымыз жұмсақ, ашыған қамыр болғандықтан айтқанды істейтін қамыр болады, қалай тартсаңыз да жүре беретін болады. Енді осының ортасынан кесіп, рулет тәріздес қамырларымызды орайтын боламыз. Осылайынан орап аламыз. Екіншісінде дәл солай қылып, рулет тәріздес бұны да орайтын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай орап, және бір 5 минутқа қалдыратын боламыз. 5 минуттан кейін қамырларымызды алып, табамыздың астын кішкене майлаймыз. Одан кейін дәл осы тәріздес қолымыздың көмегімен қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылайынан асықпай отырып, үстінен басып шығатын боламыз. Доп-домалақ қылып басып шығатын боламыз. Және бір 5 минутқа жіберіп, бетін жауып қоямыз да, сәл көтеріледі. Енді жұмыртқамызды жағып, жұмыртқамыздың сарысын осылайынан барлық жеріне бірдей тигізіп жағып шығатын боламыз. Осылайынан жағып, үстіне күнжіт себеммен дәл осылай сеуіп, күнжіт себемін. Екіншісіне мен мак септім. Сіздер екеуіне де күнжіт, екеуіне де мак сепсеңіздер болады. Енді осыны газымыздың астына пісуге жіберетін боламыз. 180 градуста 30 минут пісіп шықты менде. Әркімнің пеші әртүрлі, қарайсыздар. Бізге ас болсын, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сау болыңыздар.